6 қаңтарға арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты қарым-қатынасты қалпына келтіріп, нығайту үшін тамаша күн. Егер біреумен келіспеушіліктер болған болса, ортақ тіл табуға және ымыраға келетін шешім табуға мүмкіндік туады. Маңызды адаммен қайта кездесуді армандаған тоқтылар бұл мүмкіндікті алады. Барлығы алғашқы талпыныстан ақ жүзеге асады. Алайда жетістіктерге масаттанып, бұдан былай ешқандай күш жұмсамай-ақ мақсаттарыңызға жете беремін деп ойламаңыз. Сондықтан сәттілікті пайдаланыңыз, бірақ табандылық пен тәртіпті де ұмытпаңыз. Торпақ барлық идеяларыңызды жүзеге асыру мүмкін болмайды. Кейбір торпақтар өз күштерін асыра бағалап, жағдайды дұрыс бағаламауы мүмкін. Шыдамсыз шешімдерден аулақ болыңыз, себебі олар қателікке және тіпті шығындарға әкелуі мүмкін. Күнді тыныш және үйреншікті істерге, жақын адамдармен қарым-қатынасқа және демалысқа арнаған дұрыс. Туыстармен болмашы келіспеушіліктер болуы мүмкін. Дегенмен басқа адамдардың әлсіз жақтарына көбірек түсіністік танытсаңыз, барлық шиеленістерді тез ақ шешуге болады. Егіздер, сізді мақсатыңызға жету жолында ештеңе тоқтатылмайды. Айналаңыздағы адамдар бұл жағдайға әрдайым қуана қоймас, бірақ жеткен нәтижелеріңіз күмән тудырмайды. Басқалардың кемшіліктеріне төзімділік танытсаңыз, жоспарланған істерді орындап қана қоймай, жылы қарым-қатынасты да сақтап қаласыз. Кейбір егіздерді отбасы мүшелерімен жағымсыз әңгімелер күтіп тұр. Бірқатар маңызды мәселелер бойынша келіспеушіліктер болуы мүмкін, бірақ бір-біріңізді түсінуге деген ұмтылыс бәрін шешудің кілті болады. Шаян, бұл күннен көп нәрсе күтпеңіз. Кейбір жоспарларыңыз күтпеген жағдайларға байланысты жүзеге аспауы мүмкін. Көптеген шаяндарға тосын оқиғаларда сабыр сақтап қалу қиынға соғады. Әуестікке ерік бермеңіз, әйтпесе тез арада өкінішке ұрынуыңыз мүмкін. Сонымен қатар, сіздің тартымдылығыңыз бен сүйкімділігіңіз ерекше артады. Жаңа танысулардың ықтималдығы жоғары, бірақ олар ұзақ қарым-қатынастың бастауы бола ма, әлде жай ғана жарқын эпизод болып қала ма, бұл сізге байланысты. Арыстан, шығармашылық үшін керемет күн. Тіпті әдетте ерекше әуестіктерге бейім емес арыстандардың өзі жаңа нәрсе жасап көргісі келеді. Және бұл әрекеттер тез нәтижесін береді. Сізге ерекше идеялар келеді, оларды іске асыру арқылы айтарлықтай жетістіктерге жетуге болады. Айналаңыздағыларға жақсы әсер қалдыру оңай болады. Болашағы зор таныстықтар, беделді қолдаушылармен немесе табысты жобаны бірге жасайтын адамдармен танысу ықтимал. Бикеш сізді айтарлықтай жетістікке күтіп тұр. Ұзақ уақыт бойы бастауға батылдық танытпаған істерге кірісудің қолайлы сәті. Қиын немесе түсініксіз болып көрінгеннің өзінде, сіз барлық мәселелерді сәтті шешесіз. Интуиция стандартты емес жағдайларда дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Көптеген бикештер алғашқы нәтижелерден кейін ынталанып, одан әрі табыстарға жетеді. Сонымен қатар, жақын адамдармен қарым-қатынас кезінде нәзіктік таныту өте маңызды. Ұқыпсыз сөз немесе орынсыз әзіл қарым-қатынасқа кері әсерін тигізуі мүмкін. Таразы, жақсы көңіл-күй мен оң көзқарас кез келген күтпеген жағдайларды жеңуге көмектеседі. Сіз біраздан бері шешілмей жүрген мәселелерді шешіп, сонымен қатар жақындарыңызға қиындықтарды жеңуге қол ұшын соза аласыз. Жаңа перспективалы идеялардың пайда болуы ықтимал, оларды жақын арада жүзеге асыру мүмкіндігі туады. Жақын болашақта табыстың айтарлықтай өсуі күтіледі. Кешкі уақытта эмоциялық жағдайыңызға назар аударыңыз. Көптеген таразылар аздап ашушаң бола бастайды. Егер өзіңізде мұндай белгілерді байқасаңыз, демалуға және күш жинауға уақыт келгенін білдіреді. Саршаян, шешімдер қабылдауға қолайлы күн. Сіз жағдайды тез бағалап, ықтимал салдарын болжай аласыз. Сондықтан істерде айтарлықтай ілгерілеуге ерекше қиындықсыз қол жеткізесіз. Көптеген саршаяндар сенімді одақтастар мен беделді қолдаушылар табады. Интуицияңыз күшейеді, ол тек іскерлік мәселелерде ғана емес, жеке өмірде де пайдалы болады. Сіз түрлі адамдармен ортақ тіл таба аласыз, қажет сөздерді тауып, әңгімелесушіні өзіңізге тарта аласыз. Өзара ықылас ықтимал, ол ұзақ романның бастауына айналуы мүмкін.
Мерген асықпаңыз, күннің бірінші жартысы аса оңай болмайды. Жақындарыңыз ұсақ түйек мәселелермен алаңдатып, өз істеріңізге көңіл бөлу қиынға соғуы мүмкін. Кейбір мергендер шамадан тыс ашуланшақ және басқалардың кемшіліктеріне төзімсіз бола бастайды. Негативті эмоцияларды қатты көрсетпеуге тырысыңыз, әйтпесе сіз үшін маңызды қарым-қатынастарға нұқсан келтіру қаупі бар. Дегенмен уақыт өте келе позитивті тенденциялар үстемдікке ие болады. Сіз кез келген адаммен ортақ тіл таба аласыз, бастаған істеріңізді аяқтап, демалуға да үлгересіз. Тәуешкі. Күннің басында маңызды істерді жоспарламаңыз. Сізге зейін қою қиын болады. Ескі мәселелер қайта еске түсіп, тез әрекет етуді талап ету мүмкін. Бұл аса ауыртпалықты болмаса да, біраз уайым тудыруы ықтимал. Көптеген тәуешкілерге жақындарының қолдауын сұрау артықтық етпейді, олар қуана көмектеседі. Күннің екінші жартысында кейбір қиындықтар өздігінен шешіледі. Сіздің тартымдылығыңыз артады, сондықтан кештер мен қонақтарға баруды назардан тыс қалдырмаңыз. Керемет уақыт өткізіп, қызықты адамдармен танысу мүмкіндігі туады. Су құйғыш кез келген кедергіні жеңуге дайынсыз. Жаңа бастамаларға арналған тамаша күн. Егер табысқа толық сенімді болмасаңыз да, бәрі ойдағыдай болады. Табандылық пен жігер кез келген қиындықты жеңуге көмектеседі. Орташа тәуекел де ақталады. Сонымен қатар бүгін интуицияңыз ерекше өткір болады. Көптеген су құйғыштар жаңа таныстықтарды қалайды, және оларға осындай мүмкіндік беріледі. Өзіңізді жақсырақ көрсетуге тырыспаңыз. Өз табиғи қалпыңызда болыңыз, бұл жаңа таныстарға жағымды әсер қалдыру үшін жеткілікті. Балықтар, асықпаңыз, істерде де, қарым-қатынаста да шапшаңдыққа жол бермеңіз. Сіз жағдайды дұрыс бағалап, дұрыс шешім қабылдай алмай қалуыңыз мүмкін. Сондықтан ойлануға уақыт беріңіз. Үзіліс салып, егжей-тегжейін түсінген жөн. Кейбір балықтарға әрқашан жақсы тіл табысып жүрген адамдармен ортақ шешім табу қиынға соғады. Түстен кейін жағдай жақсарады. Сіз жағымсыз эмоцияларды жеңіп, өзіңізді қолға аласыз және позитивті көзқарас қалыптастырасыз. Осылайша барлық маңызды істерді орындап, өзіңіз үшін маңызды қарым-қатынастарды қалпына келтіре аласыз.